Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай достар? Chevrolet Cobalt туралы видеоны көргендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Колеса News эфирде авто жаңалықтармен Олжас Оқас. Қазақстанға Армениядан жеткізілген көліктерді уақытша тіркеу шарасы 1 наурызда аяқталуы тиіс еді. Бірақ сары нөмір беру мерзімі ұзартылуы мүмкін. Жуырда тиісті қаулы жарияланады. Ресми ақпарат емес, дегенмен бірнеше дерек көз мұны растады. Аталмыш шара тағы 6 айға созылады деген болжам бар. 22 мың көліктің 19 мыңы тіркелді, қалғаны тек оң рөлді және сенімхат арқылы сатылған көліктер екен. Армениядан келген машинаның салығын төлеу мәселесі де жуырда шешіледі. Еске сала кетейін, Қазақстанда одақтас елден келген машиналарды уақытша тіркеу 2020 жылы 1 маусымда басталды. Ел азаматтарына 13 ақпаннан бастап жүргізуші куәлігі мен техникалық құжатсыз көлік айдауға рұқсат берілді. Бірақ полиция құжатсыз жүргізушілерді қамауға алады. Яғни кез келген жүргізушінің кем дегенде жеке куәлігі болуы керек. Егер бүкіл құжатын үйде қалдырып кетсе, не болатынын зерттеп көрдік. Полицейлер былай деп жауап берді. Әкімшілік кодекстің 612 бабы 1 тармағы бойынша ескерту немесе 15 мың теңге мөлшерінде айыппұл қарастырылған. Жүргізушінің тұлғасын анықтау қиын болса, полицейлер азаматты тұтқындап, көлігін айып тұрағына жібереді. Сонымен жүргізуші куәлігі мен техпаспортты алып жүруге қиналсаңыз, тым болмаса жеке куәлік қалтаңызда болсын. Негізіше жігіттер, егер ешқандай құжатсыз көлік тізгіндеп жолға шығып кетсең, полиция ұстап алса, сенің ат жөніңді біліп оқиғаның мән-жайын анықтау үшін 3 сағатқа емес 72 сағатқа отырғыза алады. Абай болыңыздар. Колеса KZ-тегі ладаның жартысы шетелдік нөмірмен. Ресейден келіп жатқан машиналардың көбісі Жигули. 25 мың ладаның 13 мыңы ғана Қазақстанда кедендік рәсімдеуден өткен. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, Ресейде есепте тұрған техниканы Қазақстанда тіркеу жоспарда жоқ. Айта кетейін, камералар арқылы криминалды және Ресейде есептен шығарылған көліктер анықталып жатыр. БПК авто мен Азия автоның 4 мыңға жуық қызметкері жұмыстан босатылады. Естеріңізде шығар, 2020 жылы күзде индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азия автоны келісім шарт бойынша міндетін орындамады деп айыптады. Министрлік сот арқылы компаниядан мемлекетке келген 174 миллиард теңге шығынды өтеуді талап етті. Нәтижесінде компания билігі биыл 9 наурызда елдің 19 қаласында 4 мың қызметкерін жұмыстан босатады. Олардың тең жартысы Шығыс Қазақстанда еңбек етеді. Айта кетейін, Азия автоның 20 мықты қызметкері Алматыдағы Hyundai Транс Қазақстанға жұмысқа орналасты. Бұл зауыт туралы шығарылым әзірлеп жатырмыз. Бұйыртса наурыздың 3-інде жарияланады. Күтіңіздер. Тестлік режимде жұмыс істеп тұрған автоураган камералары биыл деректі полицияға жібере бастайды. Нұрсұлтан-Щучинск трассасы деп айтуға аузым бармайды. Астана-Бурабай тас жолында деп айтайыншы. Астана-Бурабай тас жолында жылдамдық рекорды орнатылды. 2020 жылы автобандағы камералар 8855 жылдамдық асыру фактісін тіркеді. Ең жоғары жылдамдық қанша деп ойлайсыздар? 200-ден жоғары, 300-ден аз. 238 шақырым. Рекорд жасаған 7-ші сериялы BMW-ның иесі. 5-ші сериялы G30 BMW-сын тізгіндеген жігіт сағатына 232 шақырым жылдамдықпен жүріп, 2-ші орында жайғасты. 3-ші сатыда 211 шақырым жылдамдықпен өткен Mercedes жүргізушісі. Неміс маркаларының фанаттары, жарайсыңдар, енді бүйтіп істемеңдер. Қазір камералар әкімшілік істердің бірыңғай реестрімен біріктірілуде, алдағы уақытта айыппұл келе бастайды. Намастың 3-ші сериясы қашан, Олжас деп сұрап жатқандар көп. Үміт отын мазатып қояйын. Проект жалғасуда. Келесі видео бірнеше аптадан кейін, дәлірек айтқанда 2 аптадан кейін шығады. Так что арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Келесіде көріскенше.